Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін біз сіздермен хан талапай ойынымен танысамыз. Ойын ережесін түсіндіріп өтейін. Талапай басталды ойын алақай дегенде мен асықтарды жерге шашамын. Ал сендер бөліп жинап аласыңдар. Кімде қанша асық екенін айтамыз. Және хан асығы, қызыл асық кімге түседі, сол бала ойынның жеңімпазы болады. Ойын шарты түсінікті ме? Ендеше бастайық, балалар. Талапай, басталды ойын алақай. Өте жақсы. Ал санайық асықтарымызды. Айзере, сенде неше асық? 11 асық, өте жақсы. Айтөреде неше асық? 4 асық. Мединада неше асық? 1 екен. Ал Әлімде неше асық? 2. Жақсы. Айшада неше асық бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Менде 13 асық бар. Өте жақсы. Ал Катя, сенде неше асық бар? Катя асық ала алмай қалыпты. Ештеңе етпейді, е? Ал хан асығы кімде екен, балалар? Менде хан асығы. Өте жақсы, балалар. Айшаға хан асығы түсіпті. Демек, Айша ойынның жеңімпазы. Жарайсың, Айша. Құттықтаймыз. Ойын ұнады ма сендерге, балалар? Иә! Рахмет, балалар.